Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен қырғыз сомына заявка дайындайтын боламыз. Сіздер новыйдан кіріп, WebMoney'ді осындай жағдай болатын болса, сіздер заявка дайындай аласыздар. Оны сатып, өзіңіздің рейтингіңізді көтере аласыз. Бұл жерде -6 болған. Сіз өзіңіз заявка дайындауыңыз керек, сатып ала алмайсыз. Сол үшін біз қазір заявка дайындаймыз. Ол үшін біз WebMoney'ге кіреміз. Қазір обновление бойынша WebMoney'де Exchanger Money'ді алып тастаған. Ол ссылкамен ғана кіресіздер, басқа жағында жоқ. Пополнить басқанда P2P деп шығады. Ол жерде Alipay жоқ. Сол үшін сіздер ссылкамен ғана кіре аласыздар. Ол чаты деген жерде бар. Қазақстанда сондай. Осы жерін жазамыз. Мен қазір қырғыз сомына заявка дайындайтын боламын. Вымызын таңдайсыздар, қырғыз сомын таңдайсыздар. Купить на своих условиях, продать на своих условиях деген бар. Купить на своих условиях таңдаймыз. Себебі біз заявка дайындаймыз. Өзіміздің қоямыз өзіміз. Қанша курсты өзіміз қоямыз. Бірінші сіздер рейтингті көріп аласыздар. Сіздердікі астына түседі, продажаға түседі. Сол үшін астындағын көресіздер. Мысалы, мен одноразовый заявка дайындайын деп жатырмын. Қаласаңызда многоразовыйды дайындасаңыздар болады. Бірінші одноразовый дайындаймыз. Кейінгісіне многоразовыйды дайындап көрсетемін. Бірінші 5 вымызыны көреміз. 5 вымызы ең азын көресіздер. -21,15. Себебі сіздердікі -6 рейтинг болатындықтан, сіздер ең азын істеп заявка дайындайсыздар. Кейін тез сатып алатын болады контрагенттер. -21,15. Купить на своих условиях. Одноразовая сделка дейсіздер. Плавающий курс таңдаңыздар. -21,15 еді. Біз 14 деп жазамыз. Себебі біріншісіне шығу үшін арзандау болады. 5 деп жазасыздар. Өзі сумасын шығарып береді қырғыз сомында. Өзіңіз банкіңізді таңдайсыз. Кейін публикация жасайсыз. Негізі қиын емес. Астына жазасыз. Қанша вымызыны заявка дайындаған болсаңыздар, біріншісіне шығып тұр менікі. Енді мен сіздерге многоразовая заявканы дайындауды үйретемін. Ол жерге де сіздер купить на своих условиях дейсіздер. Многоразовая тұра береді. Плавающий курс таңдайсыздар. Ставканы -21-де. Алдына минусын қойыңыздар. 14 деп жаза береміз. Кейін қанша вымыздан, мысалы 5 вымыздан 20 вымызы деп жазам. Себебі басында осындай жағдай болатын болса, арзандауға істей беріңіздер. Өзіңізде қанша ақша бар, соған қарай істейсіздер. Негізі азырақ істей берген тезірек алады. Енді банкымыз таңдаймыз, публикация жасаймыз. Кратность дегенге жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Публикация жасаймыз. Енді көреміз. Астына түсесіздер, продажадан іздеңіздер өзіңіздің заявкаңызды. Мен жазып қойдым. Менің рейтингім 111. Екеуі де тұрып тұр. Біріншісіне қойдым. Сіздер де осындай заявка жасап, өздеріңіздің рейтингіңізді көтерсеңіздер болады. Рейтингті білу үшін сіздер личный кабинетке кіресіздер.
статистика бөліміне өтесіздер. Сол жерде астында жазылып тұрады сіздің рейтингіңіз. Мысалы, менің рейтингім 111. Көк болып тұр, себебі мен заявкаларды контрагенттерден тез қабылдаймын, сол үшін. Егер сіздердікі қызыл болып тұрса, бір күн өтіп кеткендікі қызыл болып тұрады. Соған қарай негізі заявка дайындағаннан кейін контрагент келетін болса, ақшасын тезірек жіберулеріңіз қажет. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.